Ахмет Байтұрсыновтың өмірінен үзінді көрсеткен білімгерлер барынша кейіпкерді ашып, ағартушының қиын қыстау өмірін халыққа жеткізе білді. Қатысушылардың белсенділігімен байқау сән салтанатты, жоғары деңгейде өтті. Ұлтымыздың ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туылғанына 150 жыл толуына орай Жас отан жастар қанаты Алматы облыстық филиалының қолдауымен біз біргеміз жастар волонтерлік қозғалысының, сондай-ақ осы Талдықорған агротехникалық колледжінің кітапхана қызметкерлерімен, белсенді студенттерінің ұйымдастыруымен Ахмет ұлт ұстазы атты кәсіптік және техникалық білім беру мекемелері арасында көркем сөз байқауы ұйымдастырылып отыр. Бұл байқауда 16 жастан 29 жас аралығындағы жас студенттер қатысты. Байқаудың алғашқы бөлімінде білімгерлер Ахмет Байтұрсыновқа арналған телесериалдан үзінді көрсетіп, оның мұражайы жайлы ақпарат берді. Одан өзге арнайы кітап көрмесі де ұйымдастырылды. Бір ел бір кітап акция аясында ұйымдастырылып отырылған Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына арналған байқауымызға колледж кітапханасы арнайы бір ел бір кітап атты кітап көрмесін ұйымдастырдық. Бұл кітап көрмесінде Ахмет Байтұрсыновның өмірі, шығармашылығы жайлы кітаптарды қойдық. Және де Ахмет Байтұрсынов туралы айтылған даналық сөздерді және Ахмет Байтұрсыновтың өзінің шығармаларын қойдық. Байқау нәтижесінде бас жүлде Ильяс Жансүгіров колледжіне бұйырды. Ал екінші орында гуманитарлық колледж иеленсе, үшінші орында жоғары политехникалық колледжі қанжығасына байлады. Қатысушылардың барлығы арнайы алғыс хаттармен марапатталды. Мадина Мұратбекқызы, Абылай Құттықбай, Таңжарық бағдарламасы.